тартып көрөк деп, былай қарай тартып. Көңіліңізді Патрот. мәші өтіп кетпесін, батсан мәші өтіп кетпесін, былай ғой, мәші өтіп кетпесін. Мына жаққа қарай, тәртіп қарай. Біреуің бері қарай, мына жаққа машина келген. Жоқ, көшені жақсы. Асфальт ар жаққа түсіретін егін емес, мына жерді бәрін бітіріп тастайық. Айналасын бәрін шаңдап тұрыңыз. Ертерек бітірмесек, бұл жерді тағы қалып кетеміз. Әке. Қош. Сәлем. Оңға. Жоқ, мына жерге дейін бір қалып ғой, бірінші. Құдай. Мына күн жанды ғой, жігіттері. Шыжып өлетін болдық қой, күн ысып кетті ғой. Дудар, осында ыстықта деймін да, мына жол жөндеп атқан біздерге өкімет кеп медаль тақса деймін да, осында ыстықта, қалай? Қазір келеді тағат саған. Арнайы сен үшін сол келіп осы жерде. Күннің ыстығында шыжып жүрген Пончикке Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жол салушысы деген. Или мынандай, Москвада өткен Трасса 2015 фестивалінің халтурщик номинациясын жетіп алған деген. Или мынандай, Жол сұлтаны байқауының ең соңғы орнын жеңіп алған Пончикті марапаттаймыз деп саған әкеліп тарап түсіндің ба медальді? Сен де айта бересің әйтеуір. Негіз бірақ өзімізде сорлымыз ғой, негіз. Өзіміз кінәліміз ғой, негізде. Баяғыда апайда, сабақ оқыңдар, сабақтан қашпаңдар деген кезде, сабақтан қашып, насып аятып, езімізге темекі қыстырғанға мәз болып жүрдік деймін де. Осы кезде оқығанда сол кезде, осы кезде ауылдағы Самат класстас құсап, тембірмен айналысып жүретін де. Не дедің? Қайталшы? Анауды қалпақ бересің да, орнына ақша аласың да, тембір. Қалпақ емес, шапкі десеш. Бәрбір ғой шапкі. Одан кейін бар, тембір емес, тендір десең. Бәрбір ғой, самый главный, байып жүрсең болды ғой, тендір ма, тембір ма, бәрбір ғой. Сендерге айтады екенсіңдер ғой. Сендер, тендір, мендірім, нелерің бар тендірді, ол сендер айналысатын жұмыс емесе ол, о тендірді, о тілін білсең тендір, о тілін білмесең ол деген жалдап тұрған о, білесіңдер ма? Өртенесің де кетесің. Не қыласыңдар, жұмыстарыңды білсеңдер, байып жүресің да, байып. Бәрің бір жерде тұрғанда мені түгенде болайыншы жаңа. Жақында бүгін зарплат береді. Так, бүгін береді. Так, тапқан. Атың кім? Данияр ғой, Данияр, сен так бүгін қаншада келдің? 8:30-да ғой, кешікпеймін ғой мен. Сен патриот екеу кешікпейді осы екеу. Да, кім Пончиге, сен қаншада келдің? 8:30-да келдік. Қой, 10-да келген шал. 8:30-да келдік деймін. 10 деп қояйын. Сен ғой 10-да келген шал. Қойше болды, Так, өзім мойдамайды. Жаңғыре бергелі. Сен мен білем, өткен аптада 2 күн келмедің, бүгін 10-да келдің, Қойшы шал, 8-ге келдік қой. 10-да келдің ғой. Шал, Менен кейін ертең зарплат алам, темекіңді алып берем, шал. Қойшы, басым қатырма сен. Қойшы, не от 8:30? Қаншада келдің? Шал, темекіңді алып берем деймін. Қаншада келдің, айтшы? Шынды ма? 10-да келдім. Өтірік айтпа, 8:30-да келдің сен. Ай, рахмет, бәзе өйтпейсің ба бірден? Күн жанды ғой жігіттер, өлетін болдық қой. Не өп кетті мына күн? Не болды, сен бір қоймайды екенсің, ал елестечі, Пончик елестечі. Жанып тұр да күн. Оң жақта сап-салқын мұздай бұлақ ағып жатыр. Жұмыстан шығарса шығарып жіберсін. 1 сағат жатасың болса бұлақ. Шығарса шығарып жіберсін жұмыстан. Жатам, сен ше? Қуасың ба, жұмыс қой, сен қызылсың, 1 сағат жатайын. Мынау жетсесіңдер жұмыстан шығарып жіберсе, бала шағаларыңды кім асырайды? Риза болсаңдар осы жұмыстарыңа. Не қыласыңдар ондай болсаң? Одан да су ма бірден алдырайық та, шөлдеп кеттіге суалды ше шалы. Түске дейін 2 фляг су іштік қой. Давай онда мен әкеле берем, бәріміз бағанағыдай сарбаздан жинап, патсан қалдырайық. Не жинап? Сарбаз жинап. Сарбаз ба? Шалау, соны күнді жинаймыз ғой. Үлкен ұлыңыздың аты кім? Сабыр. Кенже ұлыңыздың аты кім? Әзім ғой. Қосыңыз. Сабыр Әзім. Болды еді. Менің атымнан 10 теңге. Шалау. 10 теңге дым кемейді ғой. Шалға 1 штук дым ала салсай. Мен өзім сондай ақшем ғой, білесің ғой. Менің атымнан 50 теңге. Мә, қосын. 50 теңге. Патриот. Ол бермейді. Патриот. Суға жинап отыр, қосай. Жоқ, рахмет, мен ішпеймін. Мына жер бітіріп тастай салайыншы қазір. Патриот берсе, мынаның бәрі қалай тірі қаламыз деп отыр ғой. Сен су ішпеймін деген несі берсе, өзің ба? Жоқ, рахмет, жістер, ішпеймін. Ма, Патриоттың атынан мен ақ берем 50 теңге. Ма. Дудар бас. Не бар сенде? Қосай.
Ақшаға келгенде естеріңе түсем, Кім мені құттықтады айтшы, бүгін туған күнім ғой, бәрін ұмытып кеттіңдер ме? Бол. Ештеңе керек емес, Сол жуғаным болсын, жинаған ақшаға пирожки әкеле сал, болды. Бұл жігіттердің ақшасы ғой. Туған күн сенікі ғой. Патсан десе, патсан се. Мә, әкелші осыған көрсетпеші. Жетпейді ғой. 200 теңгеге жетеді, пирожки, су ал, сдача алып бер. Жарайды, мен кеттім, алып берем. Сдача дейді. Сенді. Тездетек, бол. Басекенге болады, тездетіңдер. Барсай. Жүрген сен? Енді өлетін болды. Не мынау, не тұрсыңдар, жұмыс істемейсіңдер ме? Балалар шаршап қалды, кішкене демалып отыр. Шал, саған тапсырдым ғой, істемейсіңдер ме? Бір жерде әлі шұқыланып тұрсыңдар, не анау тұрсыңдар? Бітірейін деп қалдық, аз қалды. Қайдағы бітірейін деп қалдыңдар, әлі тұрсыңдар ғой бір жерде. Айналайындар, жылдам бітірмейсіңдер ме? Кішкене демалайықшы, Басеке, шаршадық. Қалай демалып, азынан кешке дейін демаласыңдар ғой? Басыға күн шыжып тұру көріп тұр, сол күн ыстыққа өлеміз ба? Өлеміз ба дейді, шыжып тұрса сол ыстықтың астында жұмыс істеген үшін ақша алып отқан жоқсың ба? Істе давай жұмыста. Не болды бір қарық қылып ақша беріп жатқандай? Не болды? Берген ақшаларыңыз былай тартса, былай жетпейді, былай тартса, былай жетпейді. Үйге барасың, не алып бердіңе бала-шаға шырылдайды. Спальняға келсең ақшаға деп әйелің шырылдайды. Жұмысқа келсең сіз шырылдайсыз. Қарыз түсап телефон шырылдайды. Ұйықтайын десең шегіртке шырылдайды. Мен бәрі шегірткен ана жердің. Маған не қыл дейсің енді? Сол бала-шағаның қамы деп жүріп қой осы жерде. Бала-шаға дейді. Сенің зато бала-шағаң қасында ғой. Ал мені ше? Мен ойлап жүрген біреуім бар ма? Менің бір балам Анталияда, бір балам Парижде, бір балам Лондонда. Оңай ма маған? Сағынып құсадан өлетін болды. И то маған әңгіме айтады. Мен ойлап жүрген біреуің жоқ. Еще көр маған әңгіме айтасыңдар келіп. Сабыр. Сабыр. Не сабыр? Көрдіңдер ма? Әліге дейін бастығының атын білмейді. Сабыр. Сабыр емес мен атым. Мұхит. Жоқ. Сабыр сақтаңыз деп атқаным ғой, сабырыңыз болады бәрі. Бітіріп тастайтын еді Басеке. Мынау асфальт те бітіп қалды ғой, бетон да бітіп қалды. Қалайсыз? Бір апта болды тұрмыз анау барымен әйтеуір қырып-сырып. Патриот, не қыласың? Смала жоқ. Смаласын істей бер, бетін жапта кете берсеші. Не қыласың сен басында? Болмайды ғой Басеке, ертең анау қопарылып кетсе. Қопарылып кете ма, кетпей ме, ода жұмысың болмасын. Бітірді кетіп қалып жерден. Қанша адам өтеді. Бір жақсы істесек алғыс аламыз, жаман істесек қарап кетеді ғой ертең. Патриот, осы ырымға сенуіңді қойшы, істе деді ма, істе, бетін жапта кет, болды. Ешкім сұрамайды сенен. Жоқ, кейін ана жақ қалай жауап береміз ол? Ана жағын білмей, о жақты айттым ғой мен сендерге, өзім жауап берем. Өзіміздің адам отыр, өзім өткізіп жіберем бір нәрсе қылып. Ана жақ жауап берем. Мен жауап берем. Давай кіріс жұмысқа. Жоқ, мен ана жақ деген басқа жақта айтып. Давай, шал. Сен. Сен не алып жүрсің? Әбет әкеледім. Сендер не күнде әбет жетіп боласыңдар ма? Давай кіріс. Не сол кезде 2 күнде бір рет ішеміз ғой, не әбетті? Сөйтетін жаным. Пирожки жеп су ішіп. Арнада. Патриот кел. Мынаның шалдың ақшасын алған соң ортасынан төмен тұр ғой. Кел. Анау жай қал. Шал, сен нағып отырсың, қазір ғана тамақ ішіп алдың ғой біздің алдымызда. Солда қортпай жатыр асқазаным. Бір пирожки жесем қортып жіберем ма деп тұрмын да. Шал, сен бірақ тамақ жемесең өзіңе ұқсамайсың. Сен екенсің не тормози. Қайда. Шығарып алады дие осы. Патриот, кешей? Жоқ, рахмет. Әжер, кішкене қалды. Күніне бір мезгіл тамақ ішеді. Жаман экономный адам екен ше. Бағана ақша қоспады ғой, саған ялып тұрған жігіт. Дүние қуғамен жеткізбейді, кеше. Кесе, өлесің ғой? Жоқ, кішкене қалды, бітіріп тастай салайшы саны. Менің туғанымды сыйламайсың ба? Давай, таста кел. Налетай, да. Жарайды, туған күнмен жаңыр. Қоймадыңдар ғой. Ал, давай. Бірақ енді су ішпей қойын, денсаулығың мықты болсын. Не деймін, өмір жасың ұзақ болсын. Бақытты бол. Болашағың қызығын көр. Енді екі дүниенің бақытын берсін, Алла. Мен енді су ішпей қой салайын, қасиетті Рамазанға келеді, соған бір ораза ұстағам ғой бүгін. Қой? Ораза келіп қалды ма не? Ораза келді ма не уже? Мен жетінші күн ғой. Орзым ба, зулап жатқан уақыт деймін да, кеше ғана өтіп кеткен сияқты еді ғой, бір жыл өтіп кетті ма сонда, Анау ораза деген ол қыста емес пе? Сен Рождествоны айтып отырсың ғой. Бұл ораза, бұл басқа қазақстан менің. Ол ораза деген ол ауысып отырады ғой, Данияр. Жыл сайын 10 күнге жақындап отырады ағай. Патриот, дұрыс қой, жаңа ораза деп жатсың ғой, түсінем ғой. Бірақ енді жаңа мынандай күн ыстықта өз-өзін қинау да дұрыс емес қой деймін де, шыжып тұрған. Құранда солай жазылған ғой?
Ой, сен Құран оқи аласың ба? Оқи алмай. Неме деп отырсың, Құранда жазылған, ондай, мұндай деп. Олатын шығар деп атында шыжып тұрған сықта. Өзіңге жеңілдіңіз деп отырым десе. Жоқ. Ойшы. Дұрыс Батыреде. Мұндай ыстықта өліп қаласың ғой. Ей, оразан кабинетте, салқын жерде, офисте өтсең мақұл ұстай бер. Мынандай жерде ораза ұстау болмайды, патриот. Ей, мен саған шын жаным ашығасын, досым болғасын айтып жатырмын. Жеш кел, жеш. Ей, оразаны қоя берші, жеш. Ниеттеріңе рахмет. Енді бұл ораза деген өзі бір бұл сырына бір ақыл жетпейтін керемет құлшылық қой бұл ораза деген, бауырлар. Бұл мұсылман 5 парыздың бірі. Оның үстіне бұл ішіміз бен сыртымызды тазартатын ай ғой бұл. Керемет, берекелі айда. Мынау өз қарап отырсаңыз, Жұмеке, тәнімізді біз керемет күтеміз ғой. Қарнымыз ашса тамақ жеп аламыз, шаршасақ демалып аламыз. Енді бір қыдырғымыз келсе қыдырамыз, күлгіміз келсе күлеміз, жылаймыз, ұйықтаймыз, тұрамыз, жүгіреміз. Осының бәрінен біздің тәніміз рахаттанады. Ал енді жанымыз бар ғой бізде. Сол жан мысалы қай кезде рахаттанады? Жан өлгенде шығып кетпей ме? Жоқ, дұрыс қой, енді сол шығып кететін кезде де бір рахаттанып шығу үшін оны бір күту керек қой, тәрбиелеу керек. Ана жан жәннатта болсын деп атады ғой, сондай ғой. Сол үшін де осы мынау ораза осы жанды күтетін ай ғой. Жан рахаттанатын ай екен да. Ренжімеңіздер, бұл өз оразада бүкіл жамандықтан адам тазарады екен. Бүкіл жақсылықтар деген көп болады екен. Өзі мынау Алла Тағала Құранда айтады екен. Мынау ораза бұл тура жол көрсетуші дейді. Ақ пен қараны айыратын дейді. Жақсылық пен жамандықты ажыратып беретін Құран түсірілген ай дейді екен ғой. Сондықтан қарап отырсаңыз, Жұмеке, бұның енді нығметі көп екен бұл оразаны. Біз білмейді екенбіз ғой. Бұл ораза деген керемет екен ғой. Бұл ораза айында бүкіл жәннаттың есіктерін бәрі ашылады екен да. Тозақтың есіктерін бәрі жабылады екен. Анан қарай. Кім бір жақсылық жасаса, ол дейді, қаншада 700 есеге дейін көбейіп кетеді екен. Жақсы екен, Ол бірақ енді оразаны жаңағы арнайы бір енді адамдар ұстайтын шығар, енді бізге емес шығар. Дайындалған. Жоқ, енді оны бізге қиын ғой. Пайғамбарымыз сөзін қарап отырсаңызшы, бит жазып қойғанда, егер дейді Рамазан айы дейді, Құран түсірілген Рамазан айы келсе дейді, ол балиғатқа толған, ақыл есі дұрыс мұсылманның бәріне парыз болады дейді. Біз енді Құдайға шүкір мұсылманбыз ғой. Мұсылманбыз ғой. 3 жастан бастап мұсылманбыз ғой. 3 жаста сүннет деген ғой. Мен 2 жылық шекем. 5 жаста мұсылман болдық. Жоқ, сондықтан енді егер мұсылман болсақ, бұл парыз, бұны ұстасақ, бізге сауап беріледі екен. Көп жақсылықтар жазылады екен ғой. Ал енді оны істемесек, Алланың алдында жауап береміз деген сөз ғой екен ғой. Енді оны енді шыны керек қой енді. Мен өзім жалпы осы жаңа намаз оқып, ораза ұстайтындар, енді мен өзім сыйлаймын шыны керек. Жаңа мен өзім балаларым да оқып жатады, жаңа намаз оқиды, не қылады, ораза ұстап. Енді маған да оларды айтады еді, әке сен қашан намаз оқисың, не қыласың деп. Мен енді өз балаң болғасын ба, енді жау сен сияқты жақсы нәрселер айтады, бірақ қабылдамайсың ғой, өз балаң болғасын. Енді сенің мынау айтқаның жақсы, енді мен жүрегіме кіріп отыр. Балаларыма да айтамын, мен аз қалды, Құдай қаласа оқимын. Осы намазды сәл ұстаңдаршы, аз қалды деп қоямын. Жоқ, шал, сен оны көңіл күйің түсірме. Сен балаларыңа айтшы, сендердің жастарына келгесін оқимын деп. Несі бар? Оқимын. Ода тұрған не бар? Оқимын намаздан. Патриот енді мен анау енді жаңағы намазды енді оқимын ол. Одан қиналмаймын. Бірақ енді мына сен оразан қиын болады маған енді. Мен білесің ғой, тамақ ішпесем басым істемей қалады. Енді мен таң ертеңнен кешке дейін аш жүре алмаймын мен үйтіп. Енді бірақ анау әлгі біреулер бөліп ұстап жатады ғой соны. Басында деймін, ортасында үшке бөліп алып. Сөйтіп ұстауға бола ма негізі солар?
ондай болады дейді, Қой. анау бір айды мысалы үшке бөл, жаңа өзіңіз айтып отқан сияқты болады екен бөлуге. Басында 10 күн, ортасында 10 күн, аяғында 10 күн ұстаса болады екен. Ой, міне. Осыны біреулер болмайды дейді ғой. Опаңа екен ғой. Басында 10 күн, ортасында 10 аяқ. Мынау 30 күн қойғайсың әлі. Мына бәрібір қашып құтыламайды екенсің ғой, қиналады екенсің ғой, бәрібір азапталады екенсің ғой. Бұл енді Жұмеке өзіңіз қараңыз, бұл негізі азап емес, бұл. Былай қараңызшы, мысалы былай болады ғой. Үйде кілем қағамыз ғой, сол кезде мысалы оны шаң қаққан кезде мақсатымыз не? Ұрып сабап тастау. Жоқ, кілем деген ғой, шаң қағамыз ғой. Сол сияқты ғой оразада. Қалай? Бізді Алла тағала бұмен азаптап атқан жоқ екен. Осы арқылы бізді тазартып жатыр екен ғой. Міне. Оразада тазарады екенбіз ғой біз. Сондай екен. Бұны қарап отырсаңыз енді көп екен ғой бұны. Мысалы, мынау ораза ұстағандарды дейді. Мынау жәннатта бір есік болады екен. Көп есіктердің ішінде бір есік болады екен. Оның аты Раян деп аталады деді ғой. Раян деген есік болады екен. Сол жерден Алла тағала сұрайды екен. Кәне ораза ұстағандар бар ма дегенде, бар дегенде, міне осы есіктен кіріңдер деп, Раян деген есіктен кіргізеді екен. Сол жердің қайнарын суынан ішкен адам өмір бақи шөлдемейді екен ғой ол жерде. Мынау саған керек нәрсе ғой. Действительно, жаңа айтады ғой. Действительно қасиетті екен де. Баяғыда үлкендер айтатын еді ғой, мына ай деген қасиетті ай деп. Сол действительно дұрыс екен ғой негізі. Жоқ, бұның пончик бұдан қасиеттілік бұмен бүтпейді екен. Бұл оразаның ішінде қарасаңыз, қанша қасиетті жұма күндері бар екен. Одан кейін мынау 1000 айдан да дейді, қайырлы болған тағы бір түн бар екен. Қадыр түні деген. Қадыр түн деген ана Қыдыр ата келетін түн емес пе? Сол ғой. Жоқ, енді Қыдыр ата білмеймін, Қыдыр ата келмейтін шығар ол күн. Ондай жоқ қой деймін. Бірақ оны айтады, ол кезде жер бетіне бүкіл періштелер түседі екен. Тілектердің бәрін қабыл етеді екен ғой. Міне, келмейді ғой Қыдыр ата, айтшы. Ондайды білмеймін. Онда менікі дұрыс. Баяғыда ауылда Қыдыр ата күтетінбіз біздерде. Кәдімгі Қыдыр ата күтіп, өзі Қыдыр ата келетін комнат бар. Бар. Дастархан жайып, терезелерді ашып, есігін ашып, талқан тарысын қойып, Қыдыр ата келеді деп күтіп отырғанбыз ғой. Ойбай, келіп кетті дейді бір кезде. Қой, жүгіріп барып, есікті ашып қалсам, факет мысық жүгіріп кетті былай қарай. Үйдегілер келіп кетті дейді. Ай, не болды десем, анан қара. Талқанның бетіне 3 саусағының ізі тұр дейді. Ай, құрсын, мысықтың ізі ғой, қолымен тұрып кеткен мысық қой деймін да. Ойбай, сен не деп тұрсың дейді. Сізді сенбейсің ба оған? Қыдыр атаға ол Қыдыр ата ғой түртіп кеткен дейді да. Ойбай, ол Қыдыр ата болса, қасықпен жемей ма деймін да мені. Не ол саусақпен жеп? Ол тәрбие көрген шығар, ол Қыдыр ата деген болмайды ғой. Айтшы, патриот. Ол күн ішінен ол Қадыр түн деген ерекше түн екен ғой. Ол Қадыр түн деп аталуының бір себебі дейді. Мына жер бетінде ешқандай қадір қасиеті жоқ адам сол түні егер шынымен бір Аллаға құлшылық қылып Алладан тілек тілейтін болса, қадір қасиет иесіне айналады екен ол. Мынау жақсы екен, Сондықтан енді бауырлар, осы мынау қасиет Рамазан айында бәріміз ораза ұстап, сауап жинап қалайық, күнәдан тазарып қалайық енді. Сондықтан ренжімеңдер. Жаңағы естимін осы оразадан кейін бір ұялайтын еді ғой, бір қалай сол? Ол не ғой? Бұл бір ай ораза ұстайсың ғой. Сол ораза біткеннен кейін осы оразаның сыйы беріледі ғой. Оразаның сыйы берілетін күн бар да, ол айт намазы деген. Болды, мен білемін. Ол енді жаңа бізде ауылда өзіміз жаңа енді ораза ұстамасақ та, бірақ осын жаңа енді жібермейміз біз, шыны керек қой. Өкіл жаңағы ауылда ақсақалдар жиналып аламыз да, оразадан 3 күн айттаймыз ғой ауылда. Кейде ана біздің ауылда үй көп қой. Одан 4 күнге созылып кетеді біздің айттар кейде. Гастроль болып кетеді өзіңдердің. Ол шашылып кетеміз. Дұрыс, рахмет, патриот, мен туған күнімен осындай күшті әңгіме болып отыр, мен шынымен рахаттанып отырмын. Жеңілдеп отырмын кәдімгідей. Жеңілдеп күшті болып отырмын, бірақ мына тамақтар қалып кетті. Шал, жеп қойшы мынаның бәрін. Жеп қойшы.
Рахмет. Шалға берсе. Мен оразамын, жігіттер. Ей, сен тура үндінің сериалындағыдай болдың ба, түстен кейін ұстай салатын оразан? Не болып, менікі ниет қой. Патриот айтшы, болады ғой, маған. Мен ораза ұстағым деп кетті мен. Дұрыс. Ниетіңіз қабыл болсын Жұмеке. Бірақ ана оразаның өзінің уақыты бар екен ғой. Ол негізі таңертең анау таң намазы болады ғой. Соған бір 10 минут қалғанда ауыз бекітіп алады екен. Кешке қарай шам намазында ауыз ашады. Бәсе, Онда мынаны жинап кешке біз патриот екенбіз ауыз ашамыз. сен немеге ауыз ашасың, бекіткен жоқсың ғой? Енді дайындалмаймын ба, бірінші ауыз ашып алып дайындалып көрем ғой. Сосын ертең бекітем. Мен бірге кім бекітеді тағы да ораза? Мен ұстаймын ораза. Молодец. Тағы да кім ораза ұстайды? Мен енді біздің жұмысқа болмайды. Біздің жұмыс сорлы жұмыс қой мынау бұл. Күннің астында ораза тағы. Жоқ, Пончик бауырым өйтіп айтпашы. Осы біздің жұмыс бар ғой, ең керемет жұмыс екен. Мен кеше естіп таң қалдым бар ғой. Ең керемет жұмыс дейді. Осы дейді жол жөндегендер дейді, су шығарғандар дейді, содан кейін бір пайдалы кітап жазғандар дейді. Олар өздері дүниеден өтіп кетсе де артынан барып тұра береді дейді ғой, осы жақсылықтар. Ең керемет жұмыс екен ғой. Ораза ұста. Біз мықты жұмыста істеп жатыр екенбіз. Сол үшін ораза ұстайсың еді. Так, кім? Жаңғыр сенше ораза ұстай кетейік. Білмеймін, көрем я, ойланып көрейінші шал. Ей, ораза ұста? Ойланып көрейінші шал, айтам. Бірге ұстаймыз бәріміз. Көреміз, ойланайын. Мынау әйелінен қорқады. Менің әйелім не қатысы бар оразаға? Білмеймін, кешір. Байқамай. Мынау қызы ғой мынау. Жұмыс істейміз ба? Бас керек. Ят болды. Бітіре салыңдар. Таста. Мені көрсе бітті, жұмыс істегілерін кеп кетеді екен, Жоқ, өзіміз тектеп жатыр. істемей қой. Мен оны әңгімеге айтайын деп келген жоқпын. Жақсы бір хабармен келіп тұрмын жігіттер. Бері қарай жақындандар. Былтыр білесіңдер, ана үй алу үшін заявление жаздық. Дұрыс ғой? Сол арызымыз қабылданды. Біздің бөлімшеге 3 үй берілді өкіметтен. Соның мына екеуі қаладағы бригадаға кеткен, біреуі біздің осы бөлімшеге бөлінді. Біреу аққапты. Бүгін арамызда біреу үйлі болайын деп тұр ғой, Ничего, жігіттер, ничего. Бәрің үйлі боласыңдар. Мен бүгін туған күніме жақсы жаңалықтың үстіне жақсы жаңалық Басеке. Рахмет Басеке. Сізді өмір бақи мен мақтап өтемін ғой, айтып жүремін. Рахмет. Туған күніме подарок болды. Мынау жалпы туған күнің құтты болсын. Мынау негізінде айтады ғой, бір нәрсеге бір нәрсе себеп болады деп. Жәкеңнің туған күнінде алда берген бауырымыз үйлі болып жатыр. Ал, құтты болсын. Ал, міне, құтты болсын. Қалай сол өзі? Басеке. Өтініш өткіздік қой саған. 1,5 жыл бұрын мен заяв тастадым. Тоқтат болды, қойыңдар, не болды сендерге, ол алса еңбегі бар, өз стажына қарасаңдар сендер, ол осы жерге қанша бригадада жұмыс істеп келген ғой. Соны айтамын. Жоғары жақ бастықтарда ол бекерден бекер қарап отқан жоқ, бәрін есептеп отыр ғой. Білет кімге беру керек? Өзі де жап-жақсы жігіт қой, айтты ғой жаңа берекелі айтып. Соған беріп атқан шығар Алла тағала. Алса ол өзіміздің патриот қой алып жатқан, басқа біреу емес. Ол сендерді білмеймін, өзім құттықтап қоям мен. Құтты болсын. Рахмет. Мен шынымен ойлаған Құтты болсын, патриот. Үйің құтты болсын. Бізде не алайық, келе жатыр ғой, қасиет түн бе, қалай? Қадір түн. Қадір түн дейді ғой, қадір түн үй сұрасақ болады ғой, Болады ғой. Береді ғой, Енді береді ғой жігіттерің десе бастықта шешеді ғой, маған не ал дейсің онда өзің. Сен онда тілек та бізде алайық та, аламыз да жігіттер. Шал, ана асфальт кетіп күтіп алыңдар. Жүріңдер жігіттер. Заттарды алыңдар жігіттер, кет. Патриот, Давай. Құландар анан. кешке жуасың үйінде. Ауыз ашарға келіңіздер, ауыз ашарға. Болды, ауыз бектен сосын бірге. Рахмет, мен шынымен Жұмеке ойлаған жоқпын.